роман эпопеяның осы қайтқанда бөлімі қазір талдадық қой, сол бөлімдегі ұлттық құндылықтардың маңыздылығын анықтайсыздар. Кейіпкерлердің бойындағы ұлттық құндылықтарды анықтайсыздар. Бұл жердегі кейіпкерлер Бала Абай, Құнанбай, Абайдың әжесі және анасы Ұлжандалдым. Осы екінші тапсырмада бірнеше қазақ халқының салтына, үйлену салтына қатысты дәстүр ырымдарды жазып қойдым. Қалай аталатын сендер табасыңдар. Бұл да 5 балдық жұмыс. Бірінші тапсырмада күйеуге ұзын төбе тымақ тағылған, тымаққа үкі тағылған өкше етік кигізді дейді. Екіншісі, келіншектер жібек шымылдық түсіріп, енелерден қыздың болашақ жарының алып. Күйеу жігіттің аяқ киімін жеңгесі шешеді, еңбегіне ақы алады. Бұл қандай дәстүр? Төртінші, екі жеңге күлісіп, Абай мен Ділдәнің алдында қарсы отырып, екеуінің де оң қолдарын алып, бірінің үстіне қояды. Екеуінің арасында бір қабат суылсылдап жібек жүр. Сол арқылы жақындатқан екен. Бұл балалар қандай ырым не болмаса дәстүр деуге болады. Осыны